Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығатын түрік самсасын дайындауды үйренеміз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға 600 грамм ұнымызды елеп аламыз. Үстінен жұмсақ сары май немесе маргаринді саламыз. 250 грамм салдым. Міне осылай жақсылап уқалаймыз. Жақсылап уқалап алдық. Мына осындай мыжығанда осындай форма болу қажет. Енді үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхлитель және жарты шай қасық куркума қостым. Куркума сарғыш түс береді. Куркуманың орнына 2 жұмыртқаның сарысын қоссаңыздар болады. Енді қорғақ массамыздың үстіне қасықпен есептегенде 10 қасық болады. Қаймақ немесе қою айран қосасыздар. Айран немесе қаймағын сұйықтау болса, аз-аздан қосып барыңыздар. Себебі қамырын сұйықтау болса, тағы да үстіне ұн салуға тура келеді. Көбірек ұн салған соң, қамыр ондай песочный және жұмсақ болып шықпайды. Міне осындай жұмсақ қамыр илену қажет. Міне қамырымыз дайын. Міне осындай жұмсақ үзілгенде қамырымызды енді 10 минутке шетке алып тындырып қоямыз. Ішіндегі салмасын дайындауды бастаймыз. 2 орташа картопымызды осындай күштен өткізіп аламыз. Картопымыз дайын. Үстінен мұздай суды құйып, бір шайып жіберіп, ыдысымызға осындай суыны сығып салып аламыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Картопымыз үстіне жарты келі тартылған етімізді салып, үстінен пиязымыз салып араластырамыз. Тұз және бұрышты дәмге қарай қосасыздар. Менде осы салмаға 1 жарым шай қасық тұз және жарты шай қасық бұрыш кетті. Міне осылай ақырындап араластырамыз, қатты езбейміз. Пияздың себебі пияздың суы шығып кетуі мүмкін. Міне осылай жақсылап біріктіріп алдық. Енді осы салмамызды тура 4-ке бөліп аламыз. 4-ке бөлінгендің 1 бөлігінің өзінен 8 осындай тефтел дейміз бе, котлет дейміз бе, осындай шығарып аламыз. Ішіндегі самсамыздың ішіндегі салмасы сонда осы шығып жатқан массадан дәл 32 самса шығады. Есептелген, бұның бәрі тура 32 самса болып шығады. Енді қамырымыздан бастаймыз. Қамырымызды алдымен 2-ге бөліп аламыз. Кейін әр бөліктің өзін тағы да 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 4 зуала шығады. Міне ақырындап зуала етіп аламыз. Астын шамалы ұрпақтау етіп жаюды бастаймыз. Тік төртбұрышты формада етіп жаямыз. Қамырыңыз 5 минут тынған соң жақсы жайылады. Мен осындай видеода болғандықтан осындай күтпей жая бастадым. Міне осындай жайып алдық, ұзындау етіп. Қамырыңызды алдымен 2-ге, кейін тағы да сол 2 бөліктің өзін тағы да 2-ге бөліп, 4 бөлік болды. Сонда әр бөлікті тағы да 2-ге бөліп шығамыз. Сонда бізде 8 лента болады. Жаңа салма дайындағанда ішінде 8 осындай котлет дайындағанбыз. Мұны бас жағын осылай шымшып, осындай орай бастаймыз трубочка ретінде. Міне осылай басын жауып аламыз жақсылап. Кейіннен осылай жақсылап орап, осылай шымши бастаймыз. Шофын төмен қаратып түсіреміз. Міне осылай астына қарап бүгіп қоямыз. Осындай түйілу процесін шамалы ұзақтау етіп көрсеттім, жақсылап түсінікті болсын деп. Қалған самсаларымызды дәл осындай етіп түйіп аламыз. Міне осындай 8 самса шықты.
листімізге теріп аламыз. Міне екіншісін жая бастадым тағы да. Мына қамырымыз 5 минуттан соң жайылуы жақсырақ, жұмсақтау жайылып жатыр. Осылай тік төртбұрышты формада етіп жайып аламыз. Қалыңдығы осына 2-3 мм қалыңдықта жайылады. Тағы да 2-ге бөліп, 4-ке, 4-тен тағы 8 лента шығарамыз. Бас жағын шымшып, тағы да осындай орай бастаймыз. Ішіндегі салмасын осылай дайындап алсақ, 8-ге бөліп, бізде осындай порционы, самсаны бәрі біркелкі бірдей болып шығады. Міне осылай түйіп дайындап алдық. Енді листімізге тереміз. Әрбір листімізге 16 самсадан кетті. 2 лист болып шықты менде. Соны жалпы саны 32 самса болып шығады. Енді үстінен жұмыртқаның сарысына аздау сүт салып, үстінен жағып шығамыз. Үстінен күнжіт септім. Міне самсамыз дайын, енді пісіре бастаймыз. Газ пешінде 180 градуста 30-35 минут шамасында піседі. Менде газ пеш болғандықтан алдымен астын жағамын. 180 градусқа қойғанбыз. Піскеннен кейін, міне 20-25 минут піскеннен кейін аст жағын қарадым, қызарды, қатты күйіп кетпеу үшін. Енді газ пешінің үстін қосып, тағы да 10-15 минут пісіріп алдым. Сіздер пештеріңізге қарай пісіресіздер. Кемінде жарты сағат пісу қажет. Себебі ішінде ет пісу қажет. Міне екінші листімді көрсетіп жатырмын. Тағы да үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, үстінен күнжіт сеуіп, тағы да осылай дәл осындай етіп пісіріп аламыз. Міне самсамыз дайын. Әсіресе бұл самсаны жас үлкендер мен балалар сүйіп жейді, себебі өте жұмсақ, тіске батпайды. Қонақ күтсеңіздер де дастарханда өте керемет болады. Дайындалу жолы ондай қиын емес. Міне осындай жұмсақ болып шығады, астыларын қарасаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмі, өте керемет болып шығатын самса. Біреуін жарып көрсеттім, ішіндегі салмасы көрініп тұр. Міне көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар.